Құрметті балалар, мына келесі сабағымыз өте маңызды сабақ. Біздің оқушылар міндетті түрде тыңдау керек. Экзаменге дайындалуымыз керекпіз. Енді практикалық дифференциалды теңдеулер мен интегралды практикалық есептерде қолдану ғой. Сфера тәріз балының көлемі осындай, біз барлығымыз білеміз. ДВ бөлінген ДР, яғни В штрих табу керек. Бірақ мына жерде балалар мәселе қараңдаршы, біз әрқашан туынды дейміз. Мына жерде шар келіп жатыр да, мына жерде естеріңізде болыңыздар, В штрих дегеніміз негізінде ол ең соңғы аргументке байланысты. Бізде мына есептің мағынасында ең соңғы аргумент уақыт, көлем де біздің радиуста ол уақытқа байланысты. Яғни В деген функция, R деген радиуста ол жеке функция, бірақ ең соңғы аргумент ол уақыт. Міне мынау аргумент. Алдында туындылығы айтып жүреді, мысалға, допустим, ДВ бөлінген ДТ мен ДВ бөлінген ДР екеуі екі бөлек. Мынау дегеніміз былайша айтқанда В-ның туындысы Т бойынша, а мынау дегеніміз В-ның туындысы радиус бойынша. Мына жерде соңғы айнымалы радиус деп есептеледі, екеуін шатастырмаңыздар да, балалар. Өйткені ДВ бөлінген ДР тап деп тұр. Мына радиусты біз мына жерде уже мына радиусты біз жаңағы айнымалы деп есептейміз. Бұның өзі уақытқа тәуелді деп есептемейміз. Мына жерде соңғы радиус бойынша ғана таппыз. Бұл енді оңай болып тұр да мына жерде. Яғни былайша айтқанда В штрих R бойынша алатын десек, 3-тен 4 ол бізде коэффициент, пи деген коэффициент. Енді R көп бүтін сол 3R квадрат. 3 пен 3 қысқарып кетті, 4 пи R квадрат. Болды. Бір бал алдық, көрдіңіз ғой? Бір бал деп тұрғаннан кейін бөлуге болады мына жерде. А бірақ егер балалар, допустим, В штрих Т бойынша ал дейтін болса, онда біз былай болушы еді. 4-тен 3 пи көбейтілген 3R квадрат көбейтілген R штрих деуші едік балаларымыз. Өйткені R штрих R-дің өзі Т-ға тәуелді, біз Т бойынша туындалып жатырмыз, осылай жазушы едік. А бірақ мына жерде өйтіп жазбаймыз. Көрдіңіз ғой айырмашылығында. В общем, мынау болып тұр. Екінші, баланың көлемі міне В штрих Т. В-ны Т бойынша туындысы деген сөз. Осыған тең дейді. R штрих табыңдар дейді. Енді қараңдаршы, В штрих біз бағана тауып қойдық. Міне тұр ғой В штрих. Сізге мысал ретінде көрсетіп жүрдім да. Мысалы сияқты міне 3 пен 3-ті қысқартып жіберейік. Қанша 3 пен 3-ті қысқартып жібердім. 4 пи R квадрат, квадрат болған. Көбейтілген R штрих міне. Бұл В штрих міне осы. Т бойынша. Мынау деген ғой В штрих. В штрих Т бойынша. Яғни В-ның Т бойынша туындысы. Осы мынаған теңде тең 1000 бөлінген 2Т плюс 1-дің квадраты дейді. Осы жерден енді R штрих тап деп тұр. R штрих. Яғни міне В штрих мына өрді қарап көріңдерші енді. Мынау дегеніміз бізде балалар 4πr квадрат деген ол бізде В штрих қой. Ладно, мына жерден R штрих табасақ. 4πr квадрат дегеніміз В штрих от R болады. Ладно, мына жерден R штрих табасақ. R штрих тең 1000 бөлінген 2Т плюс 1-дің квадраты. Мына жерден R штрих 4πr квадратпен жаққа келеді. Бөлінген 4πr квадрат. Енді 1000-ды 4-ке бөлсем, қазір 250. Тең болады 250 бөлінген 2Т плюс 1-дің квадраты көбейтілген πr квадрат. Яғни радиусқа тәуелді болып тұр бізде dr dt. Енді мына жерде 4πr квадраттың орнына әрине біз бағана табылған В штрихті қоя салуға да болатын еді. В штрихті қоя салуға болатын еді. Бірақ оны қоюдың қажеті жоқ, бізге просто dr dt-ны тап деп тұр да. Баллонның көлемі Т уақытта осындай форма қатысы өзгерді. dr dt-ны таптық. dr бөлінген dt. Біз осы міне dr бөлінген dt. Осылай аяқтай сызсақ болды ма екен? Қазір мен бір жауабын қарап жүрейін. Бұл бізде 9-ның b есебі. Сборниктен алып отырмын ғой, сендерге көрсетіп отыру үшін. Өздерінде сборник бар, міне dr, міне тұр. Дұрыс тапқан екенбіз. Міне 1000. Қысқартпаған ғой, біз қысқарып жібердік. Так, мынау дұрыс. Бұдан біз уже неше бал алдық? 2 бал. 2 балымызды алдық. Міне 2 бал.
Енді ары қарай с-ға барайық. В тең 0, т тең 0 болған кезде мына бірді шешіңдер. Енді мынаны шығара салдым. Мынау айнымалылар ажырататын дифференциалды теңдеу. Былайша айтқанда dv тең dt-ны мына жаққа жіберейік. Мысалға, 1000 бөлінген 2t плюс 1-дің квадраты dt. Екі жағынан интеграл ала салдық. dv-ның интегралы v тең 1000 деген мына жақта коэффициент тұрады. Мынау 2t плюс 1-дің мынаның өзін 2t плюс 1-дің минус 2 дәрежесі деп қарастыруға болады. Енді интегралын тапқан кезде ол 2t плюс 1-дің минус 2 дәрежесі болған минус 1 дәрежесі болады. Интеграл атқаныңыз дәрежесі бөлеміз осы минус 1-ге. Одан мынау 2-ден коэффициентке біз интеграл тапқанда бөлеміз. Плюс с былайша айтқанда. Сонда v тең минус 500. Мынау 2 минус 1 дәрежесі деген 2t плюс 1 деп жазуға болады, плюс с. Міне мынау v-ны тапқанымыз. V-ны таптық, v тең 0, t тең 0-ді мынау бізде жалпы шешім ғой. Жалпы. Бізге дербес шешім тапты. V-ның орнына 0-ді қоям. 0 тең минус 500 бөлінген t-ның орнына 0 қоям. 1 плюс с. Бұдан с, енді есепсіз өзің армия. Минус 500 плюс с тең 0, значит с тең 500. Сөйтіп біздің дербес шешім жақта жазып қойды. V тең минус 500 бөлінген 2t плюс 1 плюс 500. Не мына бізде дербес шешім. Бұл үшін 4 балл алдық. 4 балл меніңше жалпы шешім үшін 2 балл, мынаған 2 балл бар. Т тең 5 болғанда баллонның радиусын тап деді. Жауабын үш мәнді санға. Енді радиус табатын формула бар ма? Радиустың т-ға тәуелді формуласы біз бағана шығардық па, шығармадық па? Енді т тең 5 болған кезде біз v-ны тауып аламыз ғой. Давайте т тең 5 болғанда v-ны тауып алайықшы. V от 5 дей салайық. Минус 500 бөлінген 5 жердегі 10 бөлінген 11 ма? Плюс 500. Енді есептесек қанша болады екен? 500 11-ге бөлемде 500 бөлу 11 минус 450 4,5. 450 4,5 болып тұр пока. Шамамен жоқтасақ. В. Енді v-мыз мынау ғой енді. Осыған қоя салайық енді. Ол тең 4-тен 3 былайша айтқанда пи r куб. Ол тең 454,5. Осы жерден r кубты табатын болсақ, r куб или r табатын болсақ, r тең 3-ші турасында 454,5-ті көбейтемін 3-ке, бөлемін 4 пиге. Енді қазір инженерлік калькулятормен есептеп көрейік, сіздер де есептеп көріңіздер. Ал көрейік, 454,5 көбейту 3 тең бөлу жақшаның ішінде 4 пи де қойдық. 4 пи. 4 көбейту пи деген. 4 көбейту тең 108,50 шықты. Енді осы 108,50-ді 3-тен 1 дәрежесі төмен табайық. 1 бөлу 3 ақшаны жаптық. Тең дей салайық. Енді жауапты 3 мәнді санға дейін деп тұр. Бізде значит жауабымыз былай тұр ғой, жауабын есеп 4 7 6 9 деп тұр. 3 мәнді сан деген 3 сан тұру керек. Нөмірге дейін. Мынау 9, мынаған 7 дей саламыз. 4,77 болып тұр біздің жауабымыз. Осымен міне сабағымыз аяқталды. Біз анымен салыстыра салайыншы, міне солай ма? 9-шы есепте 4,77-не 3 мәнді санға. Енді